Құрметті қазақстандықтар, менің бүгін шұғыл эфирге шығып тұрғаным бір себебі бар. Бүгін Астана және Алматы қаласында шетелде жүрген біраз псевдооппозиционерлердің шақыруымен бойкот идеясын қолдаушылардың толқуы болды. Бұл үлкен резонанс туғызды және бұл рұқсат етілмеген және сайлау күні өтіп жатқан акция болғандықтан бұл оқиғаға қатысты құзырлы органдар өз позициясын айқын көрсетті. Осыған байланысты мен мәлімдеме жасағым келіп отыр. Біріншіден, қазір Қазақстан үлкен жауапты кезеңнің алдында тұр. Сондықтан шетелде жүріп, кафеде кофе ішіп отырып алып, елді осындай отқа итермелеу, арандату, сайлау кезіндегі сайлау құқын пайдалану процесіне өзінің зиянын келтіру, әрбір азаматтың конституциялық құқын пайдаланудың орнына алдын ала оның жазалайтыны, алдын ала оның заңсыз болып табылатынын біліп отырып, сонда іс-шараға итермелеумен нағыз барып тұрған саяси арандату, саяси оңбағандық деп санаймын. Және бұл оқиғаға жастар араласып кетті. Яғни псевдодемократиялық, псевдооппозициялық идеяларға ұстанып, алданып жатыр біздің жастарымыз. Сондықтан менің айтар едім, осы отқа итермелеу, бұның артында үлкен бір арам ой жатыр, арам пиғыл жатыр. Қазір Қазақстан транзит кезеңіне кірді. Яғни транзит кезеңінде елдің ішінде саяси өзгерістер болады. Сөзсіз болады. Және ол тек қана халықтың талабы емес, мен сезіп отырмын, биліктің ішінде де сондай елдің ойын, ниетін түсінетін күштер бар. Қалыптасып келе жатыр. Біз неге билік өзгеру керек дейміз да, неге біз оппозиция өзгеру керек деп айта бермейміз. Сондықтан оппозицияда қазіргі таңда өзінің супер радикалды, ешқандай да мәмілеге келмейтін позициясын айнып, керісінше мемлекеттің мүддесі, тәуелсіздіктің мүддесі, демократияның мүддесі, елдегі әділетті қоғам мүддесі төңірегінде диалогқа келу керек деп ойлаймын. Және диалог терезесі тең құқылы болу керек. Ал осындай қазіргі арандату жиындары ешқандай біздің қазіргі қоғам дамуына ешқандай өзінің оң әсерін келтірмейді. Сондықтан еліміз қазір жаңа кезеңнің алдында тұр. Қазақстан шынын айту керек. Мен азамат ретінде, талай жыл оппозицияның сапында жүрген азамат ретінде айтамын. Бізде тек қана ішкі қауіптар емес, сонымен бірге сыртқы қауіптар бар. Сол сыртқы қауіптардың біздің еліміздің үстінде төніп тұрған кезде біз сондай жауапсыз, өте бір еліміздің болашағына қауіпті жолға бара аламыз ба? Сондықтан мен билікті де, қоғамды да диалогқа шақырам. Диалогқа мен бүгін ғана шақырып тұрған жоқпын. Диалогқа осыдан мен 20 жыл бұрын шақырғанмын. Және қаншама біз билікке сын айтсақ та, қаншама біз билікті жерден алып жерге салсақ та, біз әрдайым мәміле, диалог, келіссөз мүмкіндігін сақтап келіп отырғанбыз. Ал енді мына қазіргі арандатушыларға қатысты айтарым, осы сайлаудың кезінде бұлар қазақ қоғамын тағы да қақжар жіберді. Яғни сайлауға демократиялық күштердің бір өкілі ретінде мен түскен кезде басында бойкот деді, одан кейін мен қаралап күйеледі, айтпаған сөздер жоқ маған қарсы. Сондықтан мен айтар едім, бұлардың артында тұрған арандатуға біздің әсіресе жастар сенбеу керек. Сондықтан мен айтарым, біздің қазіргі президенттік сайлау, оның нәтижесі ертеңгі айтылатын, және алдағы тұрған басқа да біздің саяси жүйені реформалайтын парламент сайлауы келе жатыр. Басқа да біздің үкіметке қатысты, жергілікті басқару органдарына қатысты сөзсіз болуы тиіс реформалардың алдында біз жаңа оппозиция, жаңа күш, яғни елдегі жағдайға, экономика, әлеуметтік, құқықтық, саяси жағдайға сыни көзқараспен балама бағдарлама білдіре отырып, билікпен бірге диалогқа келу, билікті диалогқа шақыру керек болатын болса, өзіміздің балама бағдарламамыз арқылы, осындай сайлауға қатысу арқылы оны соған итермелеу керек деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті қазақстандықтар, мен де осы елдің бір азаматымын. Маған да ауылда жүрген ағайыннан бастап, Астанада жүрген шенділерге дейінге керек нәрсе не? Еліміздің тәуелсіздігі, еліміздің тыныштығы, және де шетте жақта жүрген азаматтардың арандатуына салып, біз елден айырылып қалмайық, тыныштығымыздан айырылып қалмайық, мемлекетімізден айырылып қалмайық, тәуелсіздігімізден айырылып қалмайық. Баршаңызды мен түсіністікке шақырамын, және де өзім
кешегі міне президентке кандидат ретінде 20 жыл бойы саясатта келе жатқан азамат ретінде дәл осы жолға мен өмірімді сарп еттім. Сондықтан Қазақстанға жаңа билікпен қатар жаңа оппозиция керек. Осы жаңа билік пен жаңа оппозиция келіссөздің, диалогтың столына отыру керек. Сол диалог арқылы біз Қазақстанды жаңа Қазақстан етіп, әділетті, шыншыл Қазақстан ретінде қалыптастыра аламыз. Осы мен бүгінгі түн ортасында шығып, бүгінгі күндіз ана оқиғаларды көріп, талай біздің жастарымыздың соның елегінде кетіп қалғанын көріп отырып, мен осындай ашық эфирге шығып отырмын. Тыңдағандарыңызға рахмет.